Талап арызға пікір. Талап арызға пікір жауапкердің іс бойынша өз позициясын ресми түсіндіруі. Талап арызға пікірде жауапкер оларды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, талап қоюға қатысты дәлелдерді көрсетуге тиіс. Пікірде жауапкер талапкердің айғақтарын толығымен жоққа шығаруы, не оларды толық немесе ішінара мойындауы мүмкін. Пікір сотқа ұсыну мерзімі. Талап қою арызының көшірмесін алған күннен бастап 10 жұмыс күні. Пікірде мыналар көрсетіледі. Бірінші, соттың атауы. Екінші, талап қоюшы мен жауапкердің деректері. Егер талап арызда қандай да бір деректер көрсетілмесе, немесе дұрыс көрсетілмесе, жауапкер оларды нақтылауы тиіс. Бұл істі сотта дұрыс және уақытылы қарауға көмектеседі. Үшінші, талап қоюшы мәлімдеген талаптардың мәні бойынша оларды негіздейтін дәлелдемелерге сілтеме жасала отырып, дәлелдер келтіруге құқығы бар. Талап арызды дайындау кезіндегідей заңнама нормаларына сілтемелер жасауды ұмытпауы керек. Төртінші, пікірге қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуі тиіс. Пікір талап арыз секілді жауапкердің өкілі атынан жіберілуі мүмкін. Ол үшін сенім хатта талап арызға пікір беру және қол қою сияқты өкілеттіктері көрсетілуі тиіс.